Ибатулла Тарази медресе колледжі жеке мекемесінің шәкірттері бас мүфтидің кеңесшісі әрі Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының стратегиялық талдау бөлімінің меңгерушісі Смайыл Шерқұлымен кездесті. Болашақ дін қызметкерлерін ынталандыруға бағытталған бұл шараға КМДБ Жамбыл облысы бойынша бас имамы Асқар Зәкіржанұлы мен оқу орнының директоры Жарбол Болатұлы қатысты. Ғибаратты жүздесу барысында Смайыл Шерқұлы дін құндылықтары мен сапалы білім алудың маңызына тоқталып, болашақ дін мамандарының алдында тұрған негізгі міндеттерді атап өтті. Бұл медресе сіздер ойлағандай жай ғана тек Құран жаттайтын яки болмаса дінді ғана бір меңгеріп қоятын емес. Бұл Құдай тағалаға, яғни ислам дініне қызмет жасайтын негізгі бағыт. Сондай-ақ дін саласындағы қызметке қатысты өзекті әрі түйткілді мәселелерді тарқатып, шәкірттердің көкейінде жүрген сұрақтарына жауап берді. Еркін форматта ұйымдастырылған жүздесуде жас буынның заманауи білімді меңгеруі, уағыз айту әдістемесі және діни ағарту жұмыстардың деңгейін көтеру жолдары жан-жақты сөз болды. Спикер қазіргі қоғам талабына сай жан-жақты зиялы маман тәрбиелеудің маңыздылығына ерекше назар аударды. Бұл кездесу барысында біз шәкірттерімізге дініміздің құндылықтары және де білім алудың маңызына қатысты, алдағы өмірлерінде осы діни салада қызмет етуге қатысты кейбір түйткілді мәселелерді айтып өттік. Мақсатымыз осы медресе шәкірттерінің жағы ықыласты, ыждихатты және де осы өзінің жағы мамандығына сәйкес білімді, білікті маман болып шығуын біз қалаймыз. Осы медреседе оқып жатқан шәкірттерге барынша мүмкіндік жасалған, білікті ұстаздарымыз бар. Алдағы уақытта бұл шәкірттердің арасынан осы дін қызметіне келетіндер болады, білімін ары қарай жалғастыратындар болады. Біздің мақсатымыз осы шәкірттерге бағыт-бағдар беру. Кездесу соңында оқу орнының басшылығы мен шәкірттері жоғары деңгейде өткен тағылымды жүздесу үшін ризашылықтарын білдірді. Тараз қаласынан Ақерке Шахризатқызы, Әбжаппар Әмір, Нұрали Әбиұлы, арнайы Мұнар арнасы үшін.